оқу сауаттылығы деген кезде ой оңай ғой, қиын емес қой, немесе белгілейтін кезде де тез белгілеп сөйтіп жіберетініміз рас, бірақ оқу сауаттылығына максималды балды алу кезінде белгілі бір кедергілер бар. Ол бізде топ 3 қателіктің ең алғашқысы бұл пәнді құнсыздандыру. Екіншісі нақты немен дайындаламыз, қалай дайындалатындығын білмеу болса, ал ең үшінші соңғысы бұл мәтінді түсінбеу екен. Дәл осы аталған 3 кедергі сіздің оқу сауаттылығынан максималды балды алуыңызға кедергісін келтіреді. Бірінші, оқушылар, сіздер білесіздер, біз 15 балды алудағы қателік, бұл бізде оқу сауаттылығы пәні неге керек, оның құндылығы қандай, не үшін бұл пәнді енгізді деген сұрақтар туындайды. Бірінші, оқу сауаттылығы пәні неге керек, құндылығы қандай? Сіз білесіз, сіз жаза аласыз, сөйлей аласыз, белгілі бір есептерді шығара аласыз. Бұның барлығы бізде кәдімгі сауаттылық болып табылады. Ал егер осы жаза алуыңызды, сыза алуыңызды, немесе белгілі бір есептерді шығара алуыңызды өмірде белгілі бір проблемаларды шешуде пайдаланатын болсаңыз, бұл бізде функционалдық сауаттылық болады екен. Енді оқу сауаттылығы не үшін қажет? Оқу сауаттылығы, сенесіз бе, біздің өміріміздің бүкіл саласында оқу сауаттылығы қолданылады. Яғни қоғамның барлық саласында оқу сауаттылығы қолданылады екен. Ол қалай? Мәселен, белгілі бір тест тапсыратын болсаңыз, ол жерде нұсқаулық болады. Қазір оң жақ батырманы басасыз, тіркелесіз, тіркелу батырмасын басыңыз деген секілді. Сіз сол мәтінді түсінгеніңіз бұл оқу сауаттылығы. Немесе компьютерді қосқан кезде әрі қарай қандай әрекеттер жасау керек, ол да оқу сауаттылығына жатады. Бір дәріні ішкіңіз келді, ішейін деп жатырсыз, ол жерде нұсқаулықтар берілген, қалай қолдану керектігі жазылады. Бұның барлығын түсінетін болсаңыз, мәтінді түсінсеңіз, бұл оқу сауаттылығына жатқызылады. Сондай-ақ TOEFL, IELTS немесе қандай да бір құжаттарды толтырған кезде де міндетті түрде мәтінді түсінуіңіз қажет. Яғни оқу сауаттылығы біздің бүкіл өмірімізде қоғамның барлық саласында қолданылады екен. Келесі, бізде оқу сауаттылығынан тестке қалай дайындаламын? Оқу сауаттылығынан тестке қалай дайындаламын? Оқу сауаттылығы бойынша сіздерге мына дүниені ескерткім келеді. Сіз білесіз, мысалға, Қазақстан тарихынан бір дайындалу үшін оған ұлттық тестілеу орталығы нақты белгілі бір үлгілік нұсқаларды, үлгілік кітаптарды көрсетеді. Мысалға, Қазақстан тарихынан егер бітіруші түлек мына нәрселерді оқу керек. Ол 5-ші сыныпта мына авторды оқу керек, 6-ші сыныпта мына авторды оқиды, 7-ші, 8-ші, 9-ші деп 11-ші сыныпқа дейін қандай авторлардың кітабын алып оқу керектігі нақты жазылады. Сонымен қоса, Қазақстан тарихында мысалға айтып жатырмын, тіпті жылдардың өзін беріп қойған. Мына жылдарды сіз жаттауыңыз керек, немесе мына жылдарда қандай оқиға болғандығын білуіңіз керек деген нақты бір нұсқалар бар. Бір қызығы, оқу сауаттылығында ондай бізге нақты пән немесе нақты осы кітаппен дайындал деген нұсқаулық жоқ. Бірақ оқу сауаттылығы бойынша ұлттық бірыңғай тестілеуге арналған тест спецификациясы бар. Бұл дегеніміз, біз белгілі бір мына көрсетілген тақырыптардың төңірегінде мәтіндермен жұмыс жасай аламыз. Ол қандай тақырып? Ол бізде адам, оның қоршаған ортасы, белгілі бір тұлғалармен жұмыс жасау, белгілі бір тұлғалар, немесе отбасылық құндылықтар, мәдениет, спорт саласы, білім, ғылым, немесе бұқаралық ақпарат құралдары деген секілді түрлі тақырыптарды қамтиды. Және осы аталған тақырыптардың төңірегінде сіздерге мәтін беріледі. Енді оқу сауаттылығынан қандай кітаппен дайындаламын деген сұрақ туындаса, мүмкіндігінше мәтінді көбірек оқып, мәтінмен жұмыс жасауға тырысыңыздар. Тағы бір ескерте кететін нәрсе, құрметті оқушылар, тест тапсырмалары мына жақта жазылған. Ақпараттарды түсінуді, мәтіннің құрылымдық бөліктерін, мәтіндердің негізгі ойы мен түрлерін, стильдерін анықтауды, әртүрлі дерек көздерден ақпарат шығарып алуды тексеруге бағытталған. Яғни, сіз оқу сауаттылығынан бұл жерде байқасаңыз, сізге нақты не нәрсені меңгеру керектігіңіз айтылған. Яғни, ақпаратты білуіңіз керек, оның негізгі қосымшасын анықтауыңыз керек деген секілді дүниелерді ескереді. Сонымен қатар, оқу сауаттылығында бізде 3 деңгей болады. А, Б, С деңгейі. А деген ол жеңіл деңгейі, Б деңгейі орташа, ал С деңгейі күрделі мәтін. Бұл мәтіндерде енді күрделі деген бір қиын мәтін емес, әсіресе қазақ тілді қоғам үшін қиын болмайды. Мәтіндегі сөз саны бұл 250 мен 350 сөз аралығында болады. Және
оқу сауаттылығынан жалпы балл 15 балды құрайды. Бұл жерде 3 мәтін беріледі, әр 3 мәтіннен 5 сұрақтар келеді. Яғни жалпылама алған кезде 15 сұраққа қамтиды екен. Нені білуім қажет? Оқу сауаттылығы дегенде біздің оқушылардың көбі жасайтын қателік. Мен оқу сауаттылығын білемін, мәтінді түсінемін, маған ешқандай дайындықтың қажеті жоқ деп ойлайды. Бірақ оқушылар міндетті түрде оқу сауаттылығынан келесідей мына дүниелерді меңгеретін болсаңыз, міндетті түрде максималды 15-15 балды ала аласыз. Бізде сіз білесіз, ұлттық бірыңғай тестілеуде тіпті 1 балдың өзі грантқа түсуге үлкен рөл ойнайды. Сондықтан ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыратын кезде оқу сауаттылығын қалай болса солай жасамай, ең бірінші содан бастап мәтінді түгелімен оқып жауап беретін болсаңыз, бұл грантқа түсуіңіздің үлкен бір мүмкіндігі. Енді нені білуім қажет деген сұраққа бірінші мәтін түрлерін білуіміз керек. Мәтіннің түрлері бар, қазір жоғарыда айтатын боламын. Мәтіннің негізгі ойы қайсы, мәтіндегі негізгі ақпарат қайсы, қосымша ақпарат қайсы, мәтіннің тақырыбы мен атауын. Былай қарасаң бір нәрсе сияқты, тақырыбы, атауы деген, бірақ екеуінде бір айырмашылықтар бар. Мәтіннің жазылу үлгісін білуіңіз керек, мәтін үлгілерін, мәтіннің ой желісін, мәтін құрылымын, көркемдеуіш құралдарға байланысты да сұрақтар келеді. Тұрақты тіркестерді, мақал мәтелдерді, әдеби жанрларды, ең соңғысы мынау стиль түрлерін меңгеруіңіз қажет. Стильдерге байланысты балалар, бізде бұған дейін бастапқыда стильге байланысты сұрақтар болды, бірақ кейінгі тесттерде стильге байланысты сұрақты алып тастады, енді қайтадан осы стильге байланысты сұрақтар келеді. Сондықтан стильдің 5 түрін міндетті түрде